Астана, құрметті оқырмандар. 6 шілде Астана күніне орай арайлы таңдай сұлу Астана атты кітап көрмені қабыл алыңыздар. Әр елдің баласы өз отанын, туған жерін қадірлей білу керек. Астана еліміздің бас қаласы, тәуелсіз Қазақстан, байтақ еліміздің астанасы. Астана Еуразияның нағыз географиялық кіндігінде орналасқан. Қаланың Астана ретінде тұсау кесілген күн 1998 жылы 10 маусым. Қаланың негізі 1932 жылы қаланған. Ол Ақмола деп аталған. 1968 жылы Целининград болып өзгертілді. 1992 жылы қалаға тарихи атауы қайтарылды. Астана Қазақстанның жаңа қаласы. Оның шекарасы 710 шаршы шақырым. 9 жолдың торабында республика территориясының төрінен орын алған. Астана күн сайын, сағат сайын өркендеп өсіп келеді. Шетелді қонақтар оны дүниенің 8-ші кереметіне теңеп, інжу маржан деп бағалауда. Осы 21 жылдың ішінде әлемге танылған Астана Қазақстанды да әлемге әйгілі етті. Сарыарқа төсінен бой көтерген Астана бүгінде еліміздің мақтанышына, даламыздың көркіне айналып отыр. Қазіргі кезде Астана біздің келешегімізге қатысты маңызды шешімдер қабылдайтын мемлекеттеріміздің саяси орталығы ғана емес, ұлттық рухымыздың ұйытып отырған рухани ордамызға да айналып отыр.